Құрма тік шаншылып, 24 метр биіктікке дейін өсетін құрма пальмасынан өседі. Көбіне ыстық климатты аймақтарға тән. Құрма өсіру шаруашылығымен айналысатын араб елдеріне негізінен Сауд Арабия, Ирақ, Алжир, Мысыр, Судан мемлекеттері жатады. Аталық және аналық болып бөлінетін құрма ағашы ескі жапырақтарының түбімен бүртіктеліп, өріліп өседі. Ерекше көрік беріп тұрған төбе жағындағы әдемі шашақты жапырақтарының ұзындығы 5 метрге дейін жетеді. Отырғызғаннан 4-5 жылдан кейін барып жеміс бере бастайды. Салмағы 8 килограммға дейін жететін бір шоғырына 1000-нан аса жеміс бітеді. Әр ағашынан 40-80 килограммға жеміс алуға болады. Шамамен 150 жылға дейін өмір сүреді. Достар, каналға тіркеліп қолдау білдіріп, лайк басып, видеоны бөлісіңіздер. Біз бүгін құрма туралы қысқаша ақпарат айтатын боламыз. Құрманың түрлері: жаңа піскені, кепкені, ірісі, кішісі, емге жарамдысы, дәмі. Түр-түсіне қарай құрманың көптеген түрлері бар. Хижри 8 ғасырда Мұхаммед пайғамбарымыз өзін зиярат етіп келген Абдулқайс тайпасының адамдарына сол аймақтағы құрмалардың түрлерін әңгімелеп, сіздерде өсетін құрмалардың ең жақсысы әрі ең пайдалысы барни деген құрма деген. Абдулқайс адамдары елдеріне қайтқаннан кейін барни деген құрманың түрін өсіруге арнайы көңіл бөліп, біршама уақыттан кейін біржолата құрманың осы барни түрін өсіруге ғана көшкен. Пайғамбарымыз әсіресе Мәдинада өсетін ажуа деп аталатын құрма сортын жақсы көрген. Тіпті ажуа құрмасы жәннаттағы жемістердің бірі деген. Осы себепті ажуа құрмасы әлі күнге аса көп сұранысқа ие. Құрма Құран аяттарында көп кездесетін жеміс түрі. Иман келтіргендерге жәннатта әзірленген небір дәмді, тәтті астардың ішінде құрма да айтылады. Рахман сүресі 68 аяты. Алла тағала Құранда ерекше мән берген бұл жемістің химиялық құрамын зерттеген кезде көптеген пайдалы заттар анықталды. Құрма адамзат баласының барлығына танымал, ең көне жеміс болып табылады. Өзінің нәзік, тәтті әрі құнарлы сипатымен қазіргі таңда да көптеген әлем елдеріндегі маңызы зор жеміс болып отыр. Ғалымдар бұл жемістің барлық жаңа қырын және таңқалдырарлық ерекшелігін әрі таңдаулы ас екендігін ғана емес, небір түрлі ауру, сырқаудың таптырмас емшісі екендігін анықтап отыр. Сондай-ақ Құран аяттары да біздің назарымызды құрманың адам баласына берер пайдасына аударуда. Жақында ғалымдар құрманың әйел адам босанар кездегі берер пайдасын және де аяғы ауыр әйел мен іштегі нәрестеге де пайдалы екендігін анықтап отыр. Құрманың құрамында үлкен мөлшерде қант бар екен, яғни 60-65%. Бұл барлық жемістермен салыстырғандағы ең үлкен көрсеткіш. Дәрігерлер әйел адамдарға жүктілік кезінде және де босанатын күні үзбей осы жеміс шырынын ішуге кеңес береді. Себебі бұл жеміс шырыны ағзасы әлсіреген анаға күш береді. Сонымен қатар босанушы әйелдің ағзасында жаңа туылған нәрестеге өмірінің ең алғашқы сәтінен бастап өте қажетті ана сүтін құрайтын химиялық реакцияның жүзеге асуын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ босану кезінде әйел адам көп қан жоғалтатындықтан қанының құрамында қанттың мөлшері төмендеп кетеді. Құрма ағзадағы қантты толтырушы болып табылғандықтан қан қысымының төмендеуін болдырмайды. Бұл жемістің құндылығы өте жоғары болғандықтан әлсіздік басқан және де сырқаттан әлсіреген жандарға да өте пайдалы. Өйткені құрма адамның күш-қуатын қалпына келтіреді. Есте болар жайт, құрманың құрамында ойдың жүйелі болуына және денсаулыққа пайдалы 10 түрлі элемент бар. Бүгінде ғалымдар адам баласының тек құрма мен суды азық етіп, бірнеше жыл өмір сүре алатындығын анықтап отыр. Ашығу, диетология саласының беделді маманы доктор Долсон бір құрма мен бір стақан сүт адамның ағзасын бір күндік қажетті заттармен қамтамасыз ете алады деген тұжырым жасаған. Құрманың құрамындағы окситоцин деген химиялық зат заманауи медицинада босанатын әйелге жәрдем беретін препарат ретінде қолданылады. Окситоцин босану процесін жылдамдатады. Көптеген ғылыми дереккөздер бұл препаратты жылдам босандыру дәрісі деп сипаттайды. Бір қызығы босанғаннан соң окситоцин ана ағзасында сүт түзуші затқа айналып кетеді екен. Окситоцин негізінде мидың артқы жақ гипофизінде түзілетін және де толғақты шақырушы, жатыр және жамбас буындарын тарылтушы гормон болып табылады. Ананың ағзасын босануға дайындаушы да осы гормон.
Окситоцин гормонының әсері бұлшық ет жасушаларында ана сүтін түзуші ретінде және ана жатырының бұлшық етінде көрініс табады. Темір құрмадағы тағы да бір минерал. Ол қанның қызыл жасушаларындағы эритроциттер түсші гемоглобиннің жұмысын реттейді. Қан аздықтың алдын алады және де баланың дұрыс жетілуіне көмек береді. Эритроциттер оттегі мен көмірқышқылды алмастыруда маңызды рөл атқарады. Құрма темірге бай, сондықтан да күніне 15 құрмадан артық жеген адам ағзаға қажетті темірді алған болады. Құрмада кездесетін кальций және фосфат қанқа мен тіреуіш әрі қозғағыш аппараттарының дұрыс қалыптасуын қамтамасыз етеді. Бұл жемісті үзбей жеу ағзаны сынғыш сүйек пен остеопороздан сақтайды. Бұл жеміс тарихшылардың айтуы бойынша адамзат тарихының 3500-4000 жыл бұрын пайда болған деседі. Құрманың 500-ге тарта түрі субтропиктік және тропиктік аймақтарда таралған. Олар айтарлықтай құнарлы, сондықтан керемет қуат көзі болып табылады. Құрманың бойында көмірсулар, мыс, темір, мырыш, кобальт, калий, фосфор, күкірт, бор, алюминий, кадмий, сонымен қатар тағы басқа 23 түрі бар. Фтор тістерді тіс жегіден қорғаса, тағамдық талшықтар мен селен иммунитетті көтеріп, қатерлі ісік пен жүрек тамыр ауруларының алдын алса, калий сол жүрек пен қан тамыр ауруларында көмектеседі. Құрма суық тигенде көмектеседі. Еркектік қауқарды көбейтеді. Саруайым кезінде ағзаның әлсізденуінде, созылмалы шаршау кезінде жәрдем береді. Бауырды, бүйректі және жүйке жүйесін бекітеді. Шектегі пайдалы бактериялардың өсуін қамтамасыз етеді. Қанды нәрлендіріп, ағзаға ауру тудырғыш микробтарға қарсы тұруға көмектеседі және қышқылды теңгерімді қолдап тұрады. Құрма онкологиялық ауруларда, туберкулезді емдеу кезінде және ми қызметін жақсарту мақсатында қолданылады. Арықтағысы келіп, алайда тәттіден бас тарта алмай жүрген адамдар конфеттің орнына құрма қолданса болады, себебі олардың тәттіге қарағанда нәрлілігі аз. Ғалымдардың зерттеуі бойынша 10 түйір құрма адамға магнийдің, мыстың және күкірттің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Бұл жемісті шикі түрінде де, кептірілген түрінде де жиі беруге болады. Құрмадан салаттар, компот, десерт, тіпті балда дайындайды. Сол себепті қан аз болған кісіге көп жеуіне кеңес беріледі. Жаңа босанған ана үшін таптырмас жеміс, өйткені ана сүтін көбейтеді. Сондай-ақ рак ауруына қарсы пайдалы, құрамында микроб атаулы жоқ бірден-бір жеміс. Құрма сүйектерін үгітіп кофе қып қайнатып ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып демалдырады. Сонымен қатар беттегі түрлі дақтарды босанғаннан кейін әйелдерде болатын және күнгі күйгеннен қалған дақтарды кетіріп бет пішінін қаз қалпында сақтап, әжімнің тез түсуінен қорғайды. Сонымен қоса құрманы жатардан алдын жесе сал ауруына қарсы өте пайдалы. Күнімізде медицина құрманы бір күнде ең көп дегенде 5-еуін жеуге кеңес береді. Достар, азда болса қысқаша ақпарат бердік. Каналға тіркеліп коммент жаза кетіңіз. Ең көп лайк жинаған оқырманға 10 000 теңге сыйлайтын боламыз. Келесі видеода көріскенше.